Барлықтарыңа сәлем. Бүгін мен өзімнің бастан кешкен оқиғамды айтып бергім келеді. Мен жай ғана үйде және де жаман тұратын үйде дүниеге келгенмін. Менің анам ішімдікке салынып кеткен. Ол кезде мен 3 жаста болатынмын. Ол ұзақ уақытта маған көңіл бөлмейтін. Сондықтан да ол мені далаға шығарып тастайтын еді. Және де мен далада ұзақ уақыт тұратынмын. Анам болса басқа еркектермен бірге алкоголь ішіп мас болып сырттарынан жинамай кететін еді. Мен далада жаман өмір сүрдім деп айта алмаймын. Себебі мен далада үйден қарағанда ұзақ уақыт өткізетінмін. Көп ойындар ойнап, үлкен қиялға бататын едім. Және де мені кеш болмай кіргізбейтін, өйткені олар түнде кететін болғанда мені түнде кіргізеді. Мұғалім болса маған күнде ұрсып, күнде күлетін еді. Балалар да күлетін еді. Бірақ сол уақыттарда мектеп кезінде мен көп оқығанды жақсы көретінмін, әсіресе динозаврлар туралы. Және сол кезде менің көршім болатын. Ол маған күнде тамақтар әкеліп, және де мені күнде жақсы нәрселерге үйрететін. Мен оны ешқашанда ұмытпаймын. Және мен 12 жасқа келген кезде мен жайлап ақша таба бастадым. Дене шынықтыру, технология деген сабақтарды қоя тұрып, әзірше өзім қарным тоқ болу үшін сабақтарды қоя тұрдым. Бірақ бір кезде анам үйге бір еркек алып келді. Ол сенің әкең деп маған айтқан болатын. Ол жақсы адам болды, бірақ бір күні ол бірінші рет анама қол жұмсаған кезде мен анамның жағында болдым. Ол адам қатыгез екенін сол кезде түсіндім. Және де мен мектептен келген уақытта ол менің күнделігімді тексеретін және де мені ұратын. Жарайды, ол күнделікте 2 тұрсын мені ұруына болады, бірақ та 5 тұрған кездің өзінде ешқандай себепсізден мені ұратын. Мен сол кезден бастап қалалық ауруханаға жатқызып тастады. Өйткені мен басыма ауырлық түскен және де мен қолым сынған болатын. Сол кезде менде 15 жас болатын. Сондықтан да мен бұл үйден кетіп қалуды ойлай бастадым. Және де мен ояқта өзіме үй сатып алуыма болады деп ойлаған едім. Барлығы да жақсы болды. Әрине, бірінші күндері және бірінші апталарда. Бірақ келесі аптадан бастап мен далада өмір сүрдім. Құстардың қасында өмір сүрдім. Және қоқыстарды жедім. Полициядан қасып жүрдім. Бірақ бір күндері мен полицияға өзім барып барлық мән-жайды айтып бердім. Содан бастап мені қалалық балалар үйіне жіберген болатын. Ол жақта мен өзімнің достарымды таптым. Жақсы мектепке түстім. Және де мен диплом алып, мамандығымды алдым. Қазір мен 23 жастамын. Менің әйелім бар және де бір қызым бар. Бұл маған үлкен сабақ болатын. Және де кішкентай кездеріңізге ешқашанда беріліспеңіздер. Өйткені сіздер өскен кезде жақсы мамандық иесі болуларыңыз мүмкін.